Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын, жыртылмайтын, езілмейтін, жабыспай дана-дана болып пісетін өте дәмді мантыларды бірге дайындайтын боламыз. Олай болса, видеоны өткізбей, соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа, бір шай қасық толы тұзымызды салып, үстіне 200 грамм салқын суымызды құйып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырамыз. Одан кейін үстіне електен өткізілген 500 граммдай ұнымызды екіге бөле отырып саламыз. Осы кезде айта кететін жағдай, әркімнің ұнын тығыздығы әртүрлі болғандықтан 500 граммнан сәл 50 грамм көбірек немесе азырақта кетуі мүмкін. Сол себепті қамыр илеген кезде мән беріңіздер, және біз орташа тығыздықта, қатты жұмсақта емес, өте қатты да емес, осындай әдемі теп-тегіс қамыр илеп 15 минуттай тындырып қоямыз. 15 минуттан кейін қамырымызды алып, екіге бөліп, осындай екі зуала жасап, тағы да пакетке салып, 15 минуттай қойып қоятын боламыз. Енді қамыры дайын болғанша салмасын дайындаймыз. 500 грамм сиырдың тартылған еті және 2 үлкен пиязды ұсақтап турап қосамыз, және қалауыңызша 3 орташа картопты да ұсақтап тураймыз. Барлығын араластырып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және ұнтақталған зира қосамыз. Егер ұнатпасаңыз, зираны қоспасаңыз да болады. Және 4-5 ас қасық сұйық майдан да қосамыз. Сонда біздің мантымыз сочный, шырыны мол, керемет болып шығады. Егер сіз құйрық майдан турап қосатын болсаңыз, онда 2-3 ас қасық сұйық майдан да қосып жіберіңіз. Сонда мантыңыз керемет шығады. Енді біз дайын тұрған зуаламызды жайып алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз әбден тұрғаннан кейін теп-тегіс өте керемет болып шықты. Осы кезде қамырды тез жаюдың да әдістермен бөлісіп жіберейін. Ол үшін қамырымыздың шетінен ғана отырып, міне жан жағынан оқтаумен бірінші басып аламыз. Сол кезде біздің қамырымыз өте тез жайылатын болады, және осылай конверт секілді екі жағынан бір-біріне қаратып жайсаңыз өте керемет тез жайылатын болады. Дәл осы әдіспен еттің қамырынды жаятын болсаңыздар, жабыспай, езілмей өте керемет болып шығады. Енді біз осы дайын жайып алған жаймамызды өлшеп бірдей етіп барлығын кесіп аламыз. Құрметті оқырмандар, қазақша контенттің дамуына кішкене болса да үлестеріңізді қосып, осы видеоны туыстарыңызға, достарыңызға, WhatsApp группаларға немесе басқа да әлеуметтік желілерге поделиться етіп, жіберуді, бөлісуді ұмытпаңыздар. Жаймасын жайып алғаннан кейін, енді салмасын барлығына бірдей етіп салып шығатын боламыз, және видеода көргендеріңіздей шетінен ұшын ғана жапсырып, әдемілеп түйіп шығамыз. Каналға тіркелмеген, жаңа қосылған оқырмандар болса, алда жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаның үстінен басып қоюды ұмытпаңыздар. Мантыларымыздың барлығын түйіп алғаннан кейін, енді табамызды жақсылап тұрып майлап аламыз, және дайындаған мантыларымыздың барлығын салып шығамыз. Мантыңыздың беті қатып қалмай, жұп-жұмсақ, аралары жабыспай әдемі болып пісу үшін осылай барлығын салып алғаннан кейін сұйық маймен біркелкі етіп барлығының бетінен майлап шығатын боламыз. Сонда сіздің мантыларыңыз өте керемет болып пісетін болады. Дәл осы әдіспен міндетті түрде жасап көріңіз. Дәл осы әдіс сізге де ұнайтыны сөзсіз. Барлығын осылай майлап алғаннан кейін, енді қайнап, сақырлап тұрған судың үстіне қойып, 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Сонда мантыларыңыз міне дәл осылай ешқандай да жабыспай, езілмей, жыртылмай, дана-дана әдемі болып шығатын болады. Ұсынар кезде сары маймен осылай барлығының бетінен майлап шықтым. Болмаса сіздер бетіне тұздықты да құйып ұсына берсеңіздер болады.